Сәлеметсіңдер ме балалар? Сендерді көргеніме қуаныштымын. Бүгінгі сабағымыз қазақ тілі. Сабақтың тақырыбы дара және күрделі етістік. Осы тақырып бойынша алған білімімізді ары қарай толықтырамыз. Оқу мақсаты: мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын болжау, дара және күрделі етістіктерді анықтау. Ендеше өткен тақырып бойынша есімізге миға шабуыл жасайық. Етістік дегеніміз не? Дұрыс. Етістік дегеніміз заттың іс-қимылын білдіреді. Етістіктің түрлерін ата. Әрине, етістіктің екі түрі бар: дара және күрделі етістік. Дара етістік дегеніміз не? Дұрыс. Дара етістік дегеніміз бір сөзден тұрады. Ал күрделі етістік дегеніміз не? Дұрыс айтасыңдар. Күрделі етістік екі сөзден тұрады. Жарайсыңдар, тамаша. Келесі тапсырма: оқулық пен жұмыс. 81-ші бетте 31-ші жаттығу. Мәтінді оқы. Торғай мен бұтақ. Бір топ торғай ұшып келіп ағаштың басына қонды. Бұтақ басына бір торғайдан қонып еді, бір торғайға бұтақ жетпей қалды. Сонан соң бір бұтаққа екі торғайдан қонып еді, бір бұтақ артық қалды. Сонымен балалар, бұтақ нешеу, торғай нешеу? Ендеше сұрақтарға жауап берейік. Балалар, сонымен неше бұтақ екен? Дұрыс, 3 бұтақ, торғай 4. Дұрыс жауап беріңдер балалар. Керемет. Енді мәтінмен жұмыста дара және күрделі етістіктерді тауып көрейік. Ең алдымен күрделі етістіктерді табайық. Ұшып келіп, қонып еді, жетпей қалды, қонып еді. Дұрыс, бұлар күрделі етістік. Енді дара етістікті табайық. Қонды, қалды, тамаша. Керемет орындадыңдар балалар. Келесі тапсырма 82-ші бетте 32-ші жаттығу. Зат есімге байланысты суреттер берілген. Енді осы суреттерді көп нүктенің орнына қойып көрейік. Кәнеки балалар, бірге. Құйды, көмектесті, екті, ұстады. Не құйды? Су құйды. Кім көмектесті? Бала көмектесті. Не екті? Гүл екті. Не ұстады? Доп ұстады. Керемет. Ендеше тексерейік. Сонымен су құйды, бала көмектесті, гүл екті, доп ұстады. Тамаша балалар. Келесі жұмбақты шешейік. Көп ене, бір сабағы жоқ ене. Істік бейді, әрине. Енді жұмбақтың шешуіндегі сөзге өзін жұмбақ құрастырып көр. Келесі тапсырма 34-ші жаттығу. Берілген етістіктерді үлгі бойынша оқып, олардың антоним екенін дәлелдейік. Антоним дегеніміз бір-біріне қарама-қарсы сөздер. Байлады, шашты, жапты, үзді, ашты, жинады, жалғады, шешті. Үлгі бойынша оқып көрейік. Байлады, шешті, шашты, жинады, жапты, ашты, үзді, жалғады. Жарайсыңдар. Ендеше тексерейік. Тапсырманы өте керемет орындадық. Жарайсыңдар. Келесі жаттығу 35-ші. Сөз жұмбақты шеш. Бірінші. Таудан ағып жатқан табиғи су. Қарға тұқымдас ала қанатты құс. Сан, ан патшасы. Уақытты білдіретін зат. Ал, кәнеки ойланайық. Жақсы, егерде ойланып болсақ, сөз жұмбақты шешімін көрейік. Бұлақ, сауысқан, төрт, арыстан,
сағат сөз жұмбақтың шешуі барыс сөзі шықты. Жарайсыңдар, осы шешуіндегі ан туралы не білесіңдер? Соны аналарыңға айтып беріңдер. Сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақтан нені білдің? Бүгінгі сабақта дара және күрделі етістік туралы білдік. Дұрыс. Мәтіннен дара және күрделі етістікті анықтадық. Жұмбақ және сөз жұмбақ шештік. Дұрыс. Бүгінгі сабақта белсене қатысқаның үшін саған рахмет айтамын.